Сыныптағы әдемі әдепті қыздар сабақтан бір рет қашып көріп еді. Оларды ұстап алған мұғалім басқаларына сабақ болсын деп бәрін қырып тастайды. Достар, фильмді бастамас бұрын фильмге лайк басып, тіркелмесең тіркеле кет. Бұл сендерге 1 секунд. Ал маған үлкен бақыт. Ал фильмді бастайық. Мектеп оқушыларына толық 2 автобус орман арасындағы жолмен келе жатыр. Бәрі көңілді, ал Мицука деген қыз өлең жолдарын шығаруда. Оны құрбылары бізбен көңіл көтер деп өздеріне көңіл аударады. Ол жерге түсіп қалған қаламын ала бергенде желдің ұшқыны автобусқа соғылып, автобуста 2-ге бөліп жібереді. Мицука бас көтерсе достарының жарты денелері жоқ. Ол қоқып қашып отырып жолда 2 қызды көреді. Олардың біреуін жел соққанда бұғып үлгереді. Ал екіншісін кесіп кетеді жел ұшқыны. Қыз қорқып қашып отырып, өзенге барып жуынып, басқа қыздардың таза киімдерін киіп алады. Ол келе жатып қыздар мектебіне тап болады. Ол жердегі бейтаныс қыздар Мицуканы танып, өз құрбылары сияқты сөйлесіп кетеді. Қасына Аки есімді қыз келеді. Ол жан құрбысы екен. Ол Мицукаға баяғыдан дос екенін айтып, бірге мектепке кіреді. Мицука қорыққаннан жылап түс екен деп қатты жылайды. Акиге жел барлық достарын турап тастады дейді. Бірақ Аки желдің не қатысы бар деп терезені ашып қолын сыртқа шығарады. Аки қызға амнезиясың ғой деп күліп сыныпқа барып, сабақтан 4 құрбы бірге қаша жөнеледі. Олар орманда жүгіріп ойнап жүр. Психасы жақсара бастады. Олар өзен жағасына келіп демалады. 2 қыз бір-біріне қарап, жанашырлық танытады. Мицука қалған қыздарға өз түсі жайлы айтып береді. Құрбылары пранк деп ойлайды. Олар жерден жастық көріп бір-бірін ұрып ойнай бастайды. Сол кезде Мицука сырттан 2 қызды байқап қалады. Олар қарап тұрып, жоқ болып кетеді. Құрбылары сен шынайы өмірге келу үшін ерекше зат жасау керексің дейді. Олар ойнап кетеді. Біраз уақыттан соң қыздар мектепке оралады. Мицука орнына отырғанда жерден жастық көріп қалады. Оны ала бергенде мұғалім барлық оқушыларды автоматпен атып тастайды. Қызды 2 құрбысы алып шығып үлгереді. 5 оқушы көмен қашып барады. Сол сәтте соққан жел тағы бәрін қырып тастайды. Қыз қашып отырып қалаға келеді. Жүгіріп келіп полиция қызметкеріне келіп, далаға алып шығып саусағын желдің бағытына көрсетеді. Полиция оған Киока деп атайды. Қыз айнаға қараса басқа қызға ауысып кетіпті. Ал қызметкер оның құрбысы екен. Екеуі көлікке отырып үйлену жеріне бара жатыр. Киока танымал адам сияқты. Бәрі оған қол бұлғайды. Үйлену жеріне келсе, ол Акидің той көйлегімен тұрғанын көріп шошып кетті. Өз-өзіне сенбей, ойы өзгеріп, санасы бұлыңғыр. Не болып жатыр деп сұрағысы келеді. Ол кейінірек бәрін түсіндіремін дейді. Аки қыздың қобалжығанын байқап, басқа қыздарды шығарып жіберіп, Киоканы шын есімімен атайды. Киока не боп жатқанын түсінбей Акидің айтқанын бұлжытпай орындайды. Қыздар Акиді банкетке шақыру үшін кіріп келеді. Аки Киокаға қалай күресуді үйретемін деп барлық қыздарды өлтіріп тастайды. Құрбысы солай қызға сынық бутылка береді. Егер біреу ұнамаса сонымен ұрасын дейді. Қыз ортаға шығып келе жатыр. Бәрі шапалақ ұрады. Ал ортада тік табыт тұр. Қыздар шешініп Киоканы мазақ етіп итере бастайды. Қораптан басы шошқа тәрізді жануар шығады. Ол қорыққаннан қолындағы бутылкамен ұрып, қасындағы 2-3 қызды да жарақаттайды. Сол кезде сырттан мұғалім болған 2 әйел кіріп келеді. Киока оларды ұстап тұрғанда қыз қаша кетеді. Қашып келе жатып, басқа спортсмен қызды көреді. Ол айнаға қараса тағы өзгеріп кетіпті. Ол құрбысымен марафонда жүгіріп келеді екен. Есімі Изюми. Құрбылары сен жастайынан жүгіруді жақсы көресің дейді. Ол жүгіріп келе жүгіруді ұнатып қалады. Ал артынан шошқамен мұғалімдерде жүгіріп келеді. Жүгіріп келе үңгірге тап болады. Ол жерде өзіне ұқсас қыздар күтіп алады. Және оны өлтіргісі келеді. Бірақ артынан құрбысы келіп тағы құтқарып қалады. Аки қызға өзін Мицукамын деп айтқызады. Сол кезде өз түріне келеді. Солай бұл жерден шығу үшін 2 жіпті тарт дейді. Солай 2 жіпті тартып, шынайы өмірге келеді.
Сол кезде ер адамдар жүргенін бақайды. Жүріп келе ол 3 түрі бейнеленген плакатты және оған қарап тұрған ер адамдарды көреді. Оған жігіт кездесіп: «Сен болашақтасың. Бұл ойын» дейді. Ол солай үңгірге тап болады. Үңгірде адамдар манекен сияқты болып тұр екен. Ол сол жерден шалды кездестіреді. Шал оған бір жігітпен төсектес бол дейді. Ол құрбысының ерекше зат істе дегенсін есіне алып, ұрғыштап ашуланып кетеді. Жастықты шашып быт-шытын шығарады. Солай ол қыс мезгілі бар ерге тап болып қаша жөнеліп кетеді. Фильм түсініксіз екен. Бірақ бұл оқушы шалдан орманда зорланған, екінші қыз өзіне ұнамайтын еркекке үйленген. Үшінші тәже еркектен қашып шошқадан сияқты көрген. Короче, фильм осылай аяқталады. Түсініксіз білем. Бірақ каналға тіркелуді ұмытпа достым. Және фильм қандай болды комментке жаза кет.